Саламатсыздар ма? Мен Эльмира Өмірбек, Түркиядан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өздеріңіз білесіздер, мен каналды күнделікті өмірді ғана көрсету, өзіме қызық болған нәрселерді көрсету деген ниетпен ғана ашқан болатынмын. Соңғы күндері менің таныстарымның таныстары менің осы Анкарада жүргеніме және баламның осында студент екенін естіп, сұрақтар жолдай бастады. Сондықтан бүгінгі тақырыпты пайдалы деген мақсатпен каналға салуды ұйғардым. Пайдам тиіп жатса, мен де қуанып қаламын. Сонымен бүгінгі айтатын тақырыбым түрік университеттерінде оқитын студенттер үшін жатақхана. Жатақхана мәселесі сыртта жүргенде, Қазақстанда жүргенімде маған өте қиын болып көрінген. Кейін осында келіп өзім тікелей қатысып, іздеу, таңдауға қатысқан кезде мен оның ондай қиын емес екеніне көзім жетті. Жалпы жатақхана Түркияда өренші юрду деп аталады екен. Ол жатақхана басты екі түрлі болып келеді. Біріншісі тек қыздар жататын жатақханалар, екіншісі тек ұлдар, ер балдар жататын жатақханалар. Жатақханалар бір-бірімен араласпайды. Қыздардың общежитиясы, жатақханасы тек қыздар үшін, ұлдардың, ер балдардың жатақханасы тек ер балдар үшін. Жатақханалар өзі мемлекеттік, девлет юрду деп аталады екен, үкіметтің, мемлекеттік және частный, жекеменшік жатақханалар, оны өзел жатақханалар деп атайды екен. Частный, жекеменшік жатақханалардан мен қарадым. Енді әркім өзі шешеді ғой. Мемлекеттік жатақханаларда өзім ана болғаннан кейін қарап таңдау керек болғандықтан мемлекеттік жатақханаларда көп гуманитарный помощь деп түрік мемлекеті біраз елдерге көмекші болады екен. Сол елдердің бірі Сирия мемлекеті, Афганистан мемлекеті, сосын Африканың біраз мемлекеттеріне көмек көрсетеді екен. Және сол елдің балаларына сол мемлекеттік жатақханалардан орын беріледі екен. Сондықтан олардың бізден мәдениеті бөлек деп өзім ұйғардым. Түрік балалары жататын жатақханаға жатқызғым келді. Ол жатақханалар жекеменшік жатақханалар. Жекеменшік жатақханалардың өздері неше түрлі бағасына байланысты әртүрлі болып келеді екен. Және әр жатақхананың өзінің жеке қожайыны бар. Сол қожайыны жатақхананың бүкіл жағдайын жасап, жөндеулерін жасап, материалдарын жұмсақ, қатты жиһаздармен қамтамасыз ету, реклама жасау, жұмыспен адамдарды қамтамасыз ету барлығын өздерінің мойнына алған. Жатақханалар басқа қалалар туралы мен айта алмаймын, тек Анкара университетінің жатақханасы туралы айтайын. Анкара университеті ол өте үлкен университет, және оның бас корпусы, главный корпусы қаланың ортасында орналасқан. Ал қалған факультеттері өте көп. Қаланың, Анкараның әр шетінде шашырап орналасқан. Сондықтан Анкара университетінің кампустары деген түсінік жоқ сияқты болып өзім байқадым. Себебі әр бала жатақхананы өзінің факультетіне жақын және қалтасына қарап таңдайды екен. Сонымен бағасына байланысты жекеменшік жатақханалар енді размах дейді ғой, арзаннан өте жоғары қымбат жатақханаларға дейін бар екен. Бірінші өзім кірген жатақханам, енді өзіміз қазақ болғаннан кейін бірден жақсының бірінші көрейік, сосын сонымен салыстырамыз дейміз ғой. Ең жақсы деген қымбат деген жатақхананы кірдім. Ол жатақхана
жаңағы отельдің мебелі, отельдің жаңағы жиһаздары, обслуживаниясы, консьерждері бәрі сол отельдіңкі ұқсап жасалған. Жаңағы бүкіл жағдайлар жасалған, балалардың бөлмелері, жаңағы кереуеттері, шкафтары бәрі отельдіңкіне ұқсас болып келген. Енді мен басқа қалалармен тағы да салыстыра алмаймын. Былтыр қарағанымда ол жатақхана әр айы 2,5 мың лирадан болды. 2,5 мың лира енді біздің Қазақстанда салыстырғанда енді бір пәтерді снимать ету жаңағы арендаға алудың бағасына жақындау ғой. Сондықтан мүмкін ыңғайлы болса сол жерге жата қояйық деп мен бастығына кіріп сөйлестім. Сөйтсем, олардың бір ерекшелігі бар екен. Әр жатақхана, әсіресе сондай жаңағы қымбатырақ келген жатақханалар шетелдің студенттеріне жаңағы общежитияны, жатақхананы беру үшін арендаға екі ғана жағдайда береді екен. Ол біріншісі жаңағы бүкіл оқу жылына әр айына 2500 лирадан бүкіл оқу жылына, мысалы 10 айға десек 25 мың лираны бірден төлеуіміз керек екен. Және екінші варианты ол әр аймамай бөлек-бөлек төлеу үшін келісеміз дейді. Тек түріктің жаңағы мемлекеттік қызметкерінің кепілдігі керек дейді. Жаңағы гарант турецкого госслужащего дейді. Енді ол Түркияға біз жаңадан келіп жатырмыз, ондай таныстар жоқ. Сондықтан бізді бірінші варианты да, екінші варианты да бізге сәйкес келмеді. Сондықтан біз басқа жатақханаларды таңдауға кірістік. Сонымен ұзын сөздің қысқасы, біз айына 1,5 мың лира болатын жатақхананы таңдадық. Ол жатақхана төлемді аймамай төлеуге келісім берді. Сондай келісім шартқа отырдық. Бірақ бір оговоркасы бар екен. Егер студент өзінің белгіленген уақытынан ерте кетемін деп шешсе, айыппұл ретінде 3 айдың төлемін бірден төлеу керек екен, айыппұл ретінде. Сонымен түріктің студенттерге арналған жатақханасының қызметінің ішіне не кіреді? Сол жаңағы 1,5 мың лираның ішіне. Өзіме кішкене конспект жазып алдым. Таңғы ас, кешкі ас және күні бойғы шай қайнап тұрады екен, жаңағы кипятоктар қайнаған сулары, сол бағаның ішіне кіреді. Интернет, безлимитный интернет студенттер үшін оқу бөлмесі, ол да осы бағаның ішіне кіреді. Және жатақханада кір жуатын бөлме бар, жаңағы прачечный дейміз. Ішінде 4 или 5 кір жуғыш машинасы тұрды, мен өзім көзіммен көргенімде. Және гладильная доска, утюгтер тоже бірнешеу тұрды, чтобы балдар бір-бірін күтіп қалмасын деп, жаңағы бүкіл жағдай жасап қойған қысқасы. Одан кейін кішігірім спорт залы болды. Спорт залының ішінде тренажерлар болды, екеуі, гир, гантельдар болды, сосын турник болды. Одан кейін жаңағы безопасность. Жатақхананың территориясына бөтен ешкім кірмейді. Жаңағы карточная система дейді, картамен кіріп, картамен шығады, төменде охрана отырады. Одан кейін жаңағы жатақхананың қожайыны таңнан қара кешке дейін сол жерде тәртіпті бақылап отырады, және оның көмекшілері бар, аспазшылары бар. Жұмыс қайнап жатыр. Мен өзім 2 рет кірдім сол жатақхананың ішіне. Екеуінде де көргенім бүкіл жаңағы жұмыстар тазалау болсын, жуу болсын. Тағы да айтып өтіп кетейін, жаңағы уборка, бөлмелерді жинау, ол да осы жатақхананың өзінің қызметінің ішіне кіреді. Қысқаша айтқан кезде, оқимын деген балаға, оқимын деген студентке бүкіл жағдай жасалынған. Сондықтан егер балдарыңыз оқуға түсіп жатса, енді өзім ойлаймын, Анкараның осы жағдайы Түркияның бүкіл қалаларының жаңағы университеттерінің
жатақханаларында да тап осындай жағдай деп ойлаймын, себебі бұл бір система ғой, бір жүйенің іші. Сондықтан егер балдарыңыз Түркияға оқуға түсіп жататын болса, жатақхана табу ол үлкен проблема емес. Оны табуға болады. Жаңағы енді біз түркше білмесек те, біздің тіліміз түркі тілдес қой, біз олармен андап болса да, кейбір сөздерін біліп болса да, әйтеуір сөйлесіп, жаңағы келісімшартқа отырып, бүкіл құжаттарымыздың бәрін толық алдық. Себебі жатақхананың толтырған құжаттарына байланысты студенттерге, жаңағы балдарға студенческий ВНЖ береді. Себебі жаңа жатақхана өзінің құжатын бермесе, студенттер ВНЖ алуы мүмкін емес. Так, енді қысқаша айтайын дегенім осы болатын. Пайдалы болатын болса, жаңағы қолдап қойыңыздар, лайк қойыңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Келесі жаңағы видеомда мен жаңағы ВНЖ туралы айтатын боламын, себебі ол туралы да көп адамдар менен сұрап жатыр. Менің таныстарым, коллегаларым, таныстарымның таныстары демекші, ВНЖ-ні қалай алатсыздар, қалай алады екен, неден бастайды екен деп айтып жатыр. Оның бәріне келесі видеомда мен толығырақ тоқталып өтемін. Көңіл қойғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Эльмира Өмірбек, Түркиядан.